Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі вареники жасайтын боламыз. Вареникиді әсіресе кішкентай балдар жақсы көреді және сүйіп жейді. Сонымен дайындап бастаймыз. Алдымен ыдысымызды алып, оның ішіне картобымызды майдалап турап аламыз және отқа қойып пісіре береміз. Сонда біз қамырымызды илеп, дайындап болам дегенше картобымызда пісіп қалады және тез дайын болады. Ал енді осы картобымызды ыдысымызға салып, үстіне су құйып, отқа қойып пісіріп аламыз. Картоп бір қайнап шыққан соң астын жай қойып, баяу отта пісіреміз. Ал енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, тұз, су және сұйық май керек. Алдымен ыдысымызға суымызды құямыз, үстіне тұз, сұйық майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қажетті заттардың мөлшерін төменде описаниеда жазып қоямын. Ал енді осы суымызға ұнымызды қосып, қамыр илеп аламыз. Қамырды жұмсақ қылудың қажеті жоқ және қатты болып кетпеуі керек. Кішкене сәл ғана жұмсақтау болса болды. Міне қамыр дайын болды. Енді оны салафанға салып, тындырып қоямыз. Осы уақытта қамыр өзі жұмсарып, әдемі қалыпқа енеді. Ал енді салмасын дайындаймыз. Картобымыз пісіп дайын болып қалды. Картопты осылай вилканың көмегімен жақсылап езіп аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш кішкене салып араластырамыз. Бұрышты дәміне қарай саласыздар. Және осы уақытта қамырымызды бір илеп қойып қоямыз. Сонда қамырымыздың беті жылтырап, біркелкі әдемі болып шығады. Ал енді қамырымызды жайып аламыз. Қамырды осылай видеодағыдай өздеріңіздің қалауларыңызша жайып аласыздар. Бірақ қатты қалың болып кетуінің қажеті жоқ. Себебі пісу барысында қалың қылып жіберген жағдайда өте ұзақ уақыт піседі, кейде піспей қалуы да мүмкін. Мен мұнда осындай ыдысты қолданамын. Вареникидің кішкене үлкендеу болғанын қалаймын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша үлкен немесе кішкентай форманы ала бересіздер. Және қамырды қалыңдығы дәл осындай қылып жайып алдым. Қамыр қатты жұқа болып кетпеуі керек және қатты қалың болып кетпеуі керек. Осылай орташа қылып жайып аламыз және арасына салмасын салып түйіп шығамыз. Түйген кезде және көбірек мән беріңіздер, шеттерін өте жақсылап бекітіп шығу керек. Себебі вареники 8-9 минутта піседі, ол ұзақ уақыт қайнау керек. Сол уақытта шеттері ашылып кетуі мүмкін. Сонымен суымыз қайнап қалды, оған жарты ас қасық тұз салдым және қайнаған соң үстіне вареникилерді салып пісіріп аламыз. Бір қайнап шыққан соң баяу отта пісіреміз. Сонда өте жақсы толықтай пісіп шығады. Міне вареникилеріміз дайын болды, дәмі өте керемет және тойымды болып шығады. Отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап беріп, қуанта беріңіздер. Бұл вареникилерді қаймақпен немесе майонезбен, болмаса жай ғана пиязды қуырып, бетіне салсаңыздар да өте дәмі керемет болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандай қамыры толық піскен және салмасы мол болып шыққан. Осы видеоны толық қараған болсаңыздар және ұнаған болса, пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.